Қазақ өнерінің маңызды саласының бірі ғасырдан ғасырға жеткен күйлеріміз. Тарих қойнауынан күйші бабалар арқылы бүгінгі ұрпаққа жеткен құдіретті күй ұлттық мақтанышымыз, ортаймас асыл қазына, бақ байрағымыз. Күй аламанының дүлдүлі, композитор, ұстаз, Қазақстанның халық әртісі, мемлекеттік сыйлықтың және парасат орденінің иегері профессор Қаршыға Ахмедиярұлының туғанына 75 жыл толды. Осыған орай назарларыңызға шертпе күйдің шебері тақырыбында арт сағатын ұсынамыз. Қаршыға Ахмедияровтың өмір дерегімен таныс болыңыздар. Күйші 1946 жылы 25 наурызда Атырау облысы Махамбет ауданы Таңдай ауылында туған. Анасынан 3 жасында қалған бала Қаршыға кішкентайынан өнерге бейім болып ержетті. Алғашқы ұстазы домбыраға баулаған өзінің әкесі Ахмедияр қария. Оның сырласы да, мұңдасы да домбыра болды. Дәстүрлі ортада өскен Қаршығаның бойынан сан алуан өнердің түрін көруге болады. Күйшілік, әншілік, зергерлік, спорттық өнер. Қаршыға Ахмедияров әнші Ғарифолла Құрманғалиевті пір тұтып, ұлы әншіге еліктеп, бүкіл репертуарын жатқа шырқайтын. Мектеп бітіргесін Алматы консерваториясын Құбыш Мұхитов класы бойынша аяқтайды. 1967-91 жылдар аралығында Қазақ академиялық халық аспаптар оркестрінде домбырашы, кейіннен концертмейстер, жеке домбырашы және дирижер қызметтерін атқарды. 1991 жылы Алматы консерваториясында педагогикалық қызметпен айналысып, кафедра меңгерушісі болып, 1994 жылы профессор атағына ие болды. Күйшінің әр тақырыптағы 150-ден астам төл туындылары бар. Ата мекен, ана, әке, ұстаз, дос жаран, қазақ қыздарына және өнер қайраткерлері Құрманғазы, Дина, Нұрғиса, Ғарифоллаға арналған күйлері тағы бар. Дүлдүл домбырашыға елеулі еңбегі үшін 1981 жылы Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі деген атақ берілді. Автордың орындауында Қосбасар, Ана толғауы, Қуаныш күйлерін бірге тыңдайық. Халық айтса қалт айтпайды деген дана сөз бар. Қаршыға Ахмедиярұлының Алаш елінен асып, жер жүзіне мәшһүр болған қасиетті қыры киелі күйдің өзегін жарып, сиқырлы саусақтары домбыра пернесіне тіл бітіріп, бұлбұлдай сайратқан, нөсердей төгілген күй екпінімен шалқа шабыт сыйлаған орындаушылығы. Домбыра тұрғанда Қаршыға да тірі деп, Қазақстанның халық жазушысы Әбіш Кекілбаев айтқандай, абзал азамат бір тума күйшінің мәңгілік өмірі енді басталғандай. Өйткені ұстаздың шәкірттері әлемді шарлап, ұлтымыздың күй өнерін, қазақтың қара домбырасын насихаттап келеді. Қаршыға Ахмедияров 2010 жылдың 7 маусымында 64 жасында дүниеден өтті. Орнында бар оналар дегендей, бүгінде күйшінің балалары әкелерінің өнер жолын жалғастырып келеді. Қызы Раушан Қаршыға қызы әлемнің ең үздік шығармашылық ұжымы Сан-Франциско симфониялық оркестрінде скрипкашы. Ұлы Ерболат Абай атындағы мемлекеттік опера және балет театрының бас дирижері. Назарларыңызға рахмет.